Кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Сыйса көйлек үстіңде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Ананың сүйегі. Кім сендерді балалар сүйе тұғын, қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйе тұғын. Түн ұйқысын төрт бөліп кірпік қақпай, шешең байғұс дамылсыз жүре тұғын. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп, ойнатып сергітетін, жалқау болсаң балалар жаман болсаң, қамқораның көз жасын көлдететін. Кім сендерді сағынар шетке кетсең, ғылым іздеп, тез қайтпай көкке кетсең, ұмытпа ең кемінде жұлдыз сайын, хат жазып тұр, төбесі көкке жетсін. Кім сендерді сағынар келгенінше, құлымдарын көзімен көргенінше, сендер қайтып келсеңдер адам болып, еш арманым болмас еді өлгенінше. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жолдардан, көзіңді ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаның, мың шақырым жолдардан, түн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал іздейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай. Өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Көліңнің суын іштен ашылады, денеңдегі бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар, өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларың, шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен, көк шығып, шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қыстап күн көреді жаныбында, дәм болар алуан-алуан балығында. Тас-таста, алтын таста сынамаққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Құдіретін құдайымның сезесің бе, не нәжіс, тоқтар өзен денесінде. Арыстан демалуға суға кірсе, балықтар шымшық ойнар терісінде. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жолдардан, көзді ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды. Біз Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау мамандығының бірінші курс студенттері, қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған челленджін өз мәресіне жеткізді. Біз бұл челленджді еліміздегі барлық жоғары оқу орындарындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерін даярлау мамандығының бірінші курс студенттеріне жолдаймыз.